ертеде бір патша алтын тәж жасатыпты. Бірақ ол күдіктеніп, шынымен таза алтын ба, әлде зергер алдады ма, деп ойланады. Бұл жұмбақты шешу үшін ол ғалым Архимедті шақырады. Архимед, мына тәж таза алтыннан ба, әлде аралас металл ма? Маған анықтап бер. Архимед көп ойлайды. Бір күні ол ваннаға түскенде су тасып шығады. Сол кезде Архимед ваннада су төгілгенін байқайды. Көзі жайнап кетеді. Архимед таңданып, суға кірсем, су төгіледі, демек көлем өзгереді. Тығыздық. Мен таптым. Қуанып орнынан секіріп тұрады, тез киініп. Еврика! Еврика! Мен таптым деп айғайлап сарайға қарай жүгіреді. Архимед екі ыдысқа таза алтын мен тәжді салып, суға батырды. Сенімді әрі зейінді болды. Су деңгейлері әр түрлі көтерілді. Архимед түсінді, тәж таза алтын емес, ішінде күміс бар. Хан таң қалды. Хан ашуланып тәжге қарап, мені алдадың ба? Деді. Хан Архимедтің арқасына жеңіл қағып алғысын білдірді.